Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай гүлді жаңғақпен қосылған дәмді печеньені ұсынатын боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 400 грамм ұнымызға 1 шай қасық қуырсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін осы құрғақ массамызға бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды қосып, қолымызбен уқалап, әбден майда түйіршік болғанша араластырамыз. Енді осы қоспамызға қаймақты қосып, және де қантты қосып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды 15 минутқа қалташыға салып, тындыруға қойып қоямыз. Тынған қамырымызды алып, қалыңдығы 1-1,5 см болатындай етіп, тегістеп жайып аламыз. Енді бізге осындай бір үлкен, бір кішкентай домалақ формадағы ыдыстар қажет болады. Осы ыдыстардың көмегімен қамырымыздың барлығын видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Біздің дайындап жатқан печеньеміз гүлді әдемі болып шығу үшін бізге осындай тағы да үшінші ыдыс керек болады. Бұл ыдысымыз алдындағы үлкен домалақтан сәл кішілеу болу керек. Біздің гүліміздің күлтелері төңкерген кезде ыдысқа жабысып қалмау үшін міндетті түрде бокалымызды бір рет ұнға матырып аламыз. Қолымыздың көмегімен домалақ үлкен қамырымызға төңкереміз. Дайын болған гүлімізді пергамент қағазы төселген табамызға орналастырғаннан кейін өзіңіз қалаған салманы, яғни начинканы ортасына салсаңыз болады. Мен қойылатылған сүттің үстіне жер жаңғақтан сеуіп шықтым. Енді осы печеньелерімізді қызып тұрған пешке салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Біздің печеньеміз осымен дайын. Бетіне қант ұнтағын сеуіп, ұсына берсеңіз болады. Шаймен ішкенге өте керемет, таптырмас, тіске басар болып шықты. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.